Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі өтетін пәніміз мемлекет және құқық теориясы. Силабус бойынша 15 дәріс және 15 тәжірибелік тақырыптар қарастырылған. Осы пән бойынша дәрістер отандық, қазақстандық, ресейлік әдебиеттер қолданылып дайындалған. Ибраева, Сапаргалиев, Жоламан тағы басқа белгілі ғалымдардың еңбектері оқу құралдары бойынша жазылған. Бірінші дәріс мемлекет және құқық теориясы ғылым және оқу пәні ретінде деп аталады. Осы тақырыпты қарастыра отырып, біз сіздермен жоспар бойынша үш сұрақты қарастырамыз. Бірінші сұрақ: мемлекет және құқық теориясы ғылым және оқу пәні ретінде, пәнге кіріспе, пәні, ұғымы, түсінігі. Екінші сұрақ: мемлекет және құқық теориясы пәнінің ерекшелігі. Үшінші сұрақ: мемлекет және құқық теориясының әдіснамасы. Мемлекет және құқық теориясы басқа заң ғылымдары үшін базалық әдіснамалық ғылым ретінде болып, заң ғылымдарының жүйесінде ерекше орын алады. Болашақ заңгерлердің құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру үшін бұл ғылымның маңыздылығы оның мақсатынан көрінеді. Мемлекет және құқық теориясы пәнінің зерттеу мақсаттары. Бірінші: мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы жалпы білім кешенін игеру. Екінші: мемлекет пен құқықтың ерекше қасиетін көрсететін негізгі категориялар туралы түсінік алу. Келесі: мемлекет пен құқықтың пайда болу ерекшеліктерін қарастыру. Жалпы теориялық білімнің кейінгі практикалық қызмет үшін маңыздылығын түсіну болып табылады. Мемлекет және құқық теориясы оқу пәнінің өзіндік пәндік ерекшеліктері бар. Өйткені мемлекет пен құқық абстрактілі санат ретінде оқытылады. Мемлекет пен құқықтың теориясы белгілі бір тарихи дәуірде, жеке елде емес, жалпы тарихи дамуда қарастырады. Негізінде теория ең алдымен мемлекеттілік пен құқықтың заманауи дамыған формаларына бағытталған. Теорияның оқу пәні ретінде басты мақсаты мемлекет пен құқықтың мағынасын, мәні, мақсатын теориялық тұрғыдан түсіну. Мемлекет және құқық теориясы өте күрделі заңды ғылым. Ол екі бөлімнен, мемлекет теориясы мен құқық теориясынан тұрады. Мемлекет теориясы мемлекет туралы жалпы ілім, мемлекеттің типтерін, нысандары мен қызметтерін зерттейді. Құқық теориясы бұл құқықтық догматика мәселелерін зерттейтін ғылым болып табылады. Құқықтың қайнар көздері, құқықтық нормалардың түрлерін, құқықтық қатынастарды, құқықтық сана, құқықты түсіндіру, құқықтық жауапкершілік деген сұрақтарды қарастырады. Бұл бөлімдер өзара бір-бірімен байланысты. Әлемде мемлекет теориясы мен құқық теориясы туралы әртүрлі теориялар болды және әлі де бар. Олар мемлекеттік құқықтық құбылыстарды әртүрлі аспектіден зерттейді және оның зерттеу пәні құқық, заңдар, соттық шешімдер, адамдардың құқық туралы идеялары, саяси билік, мемлекет, конституциялық демократия және тағы басқалар болып табылады. Мемлекет және құқық теориясы студенттердің меңгеруі жоғары білікті заңгерлерді дайындауда маңызды орын алады. Мемлекеттік құқықтық құбылыстарды ғылыми түрде түсіну заң практикасындағы сұрақтарды дұрыс шешуге негіз болады. Мемлекет және құқықтық теориясы курсы білім алушылардың өз бетінше ойлау дағдыларын дамытуға көмектесу және өз бетінше бақылау нысандарын игеруге көмектеседі. Барлық тақырыптар бойынша ресейлік және отандық ғалымдардың ғылыми және оқу әдебиеттерінің тізімі ұсынылған және дәрісті дайындау кезінде қолданылған. Әр ғылымның өзінің зерттейтін пәні бар. Пән дегеніміз өзі зерттейтін объективтік, ақиқатты зерттеудің бір жағы. Мемлекет және құқық теориясы жалпы мемлекет және құқық ғылымының пәні ретінде қоғамның, қоғамдық өмірдің құбылыстары, мемлекет және құқықтық пайда болуы, дамуы және қызмет істеу жолдарын, өздеріне тән заңдылықтарын, олардың таптық, саяси және жалпы адамзаттық мәнін, мазмұнын және түрін, заңдық қарым-қатынастары мен байланыстарын, құқықтық сананың, жеке құқықтық мәдениетін, ерекшеліктерін
ашады. Мемлекет және құқық теориясының пәні дегеніміз не? Мемлекет пен құқықтың пайда болуын, дамуын және қызмет етуінің жалпы заңдылықтары, сондай-ақ заң ғылымдарының негізгі түсініктердің ұғымдарының жүйесін айтамыз. Оқу пәніне байланысты бұл ғылым саласы құқық пен мемлекеттік билік қатынастарын, мемлекеттің және құқықтың қоғамдағы қызмет рөлін, олардың басқарушылық, реттеушілік және қорғаушылық қызметтерінің дамытуға, қоғамдық өмірдің экономикалық негіздерін реттеу мақсатында қоғамдық саяси процестерді, бағыттарды және құндылықтарды қайта құруға мүмкіндік беретін мемлекеттік құқықтық құбылыстарды, категориялар мен ұғымдарды құрайды. Айтып кеткендей, мемлекет және құқық теориясы пәні екі бөліктен тұрады. Біріншіден, мемлекет және құқықтық пайда болуының, дамуын, қызмет етуін жалпы заңдылықтары. Аталған бірінші топқа мемлекет және құқықтың пайда болуы, мемлекет және құқықтың типтері, мемлекет және құқықтың дамуы, мемлекет және құқықтың нысанының эволюциясы, мемлекеттік органдар жүйесі және құқықтық жүйесінің қалыптасуы, мемлекет және құқықтың функциясын жүзеге асыруы, мемлекет және құқықтың қоғамдық қатынастарға әсер етуі, адам құқығының дамуы, демократия, заңдылық, құқықтық тәртіп қағидаттарының нығаюы, азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің дамуы, құқықтың нормаларын сақтау, орындау, қолдану бұл заң ғылымының дамуына жатады. Екіншіден, барлық заң ғылымын қамтитын заңи түсініктердің ұғымдардың жүйесі. Мысалы, мемлекет, мемлекеттік органдар, құқық бұзушылық, заңи жауаптылық. Келесі екінші сұраққа көшеміз. Жоспар бойынша мемлекет және құқық теориясы пәнінің ерекшелігі. Біріншіден, ол негізгі ұғымдар жүйесін өз үшін ғана емес, сондай-ақ барлық заң ғылымдарының салалары үшін қалыптастырумен айналысады. Және мемлекет және құқық теориясы нақты бір мемлекет және құқықтың дамуы, қызмет етуін зерттеп қана қоймай, сонымен қатар мемлекет пен құқықты жалпы түрде, яғни кез келген қоғамда тән мемлекет пен құқықтың жалпы белгілерін қарастырады. Мемлекет және құқық теориясы уақыт және кеңістікке қарамай жалпы түрде барлық мемлекет пен құқық жүйелерін зерттейді. Сондықтан да онда мемлекет пен құқықтың туралы ғылыми ойлардың жетістіктері шоғырылған. Мемлекет және құқық теориясы мемлекет пен құқықтың бір-бірін толықтырып, бір-бірімен тығыз байланысты әлеуметтік институт ретінде қарастырылады. Сонымен мемлекет және құқық теориясының пәні мемлекет пен құқықтың пайда болуын, дамуын және қызмет атқаруын заңдылықтары, олардың мәні, құрылымы және негізгі бөлшектері, принциптері, институттары болып анықталады. Келесі үшінші сұрақ: мемлекет және құқық теориясының әдіснамасы. Жалпы ғылым дегеніміз екі бағытты біріктіреді: теория мен әдіс. Теория бұл ғылым нені зерттейді деген сұраққа жауап береді. Әдіс бұл ғылым қандай тәсілмен, амалмен зерттеуді жүргізеді деген сұраққа жауап береді. Әдіс дегеніміз жаңа білімді меңгеруге, пәнге жетуге мүмкіндік беретін тәсілдер мен амалдардың, қағидаттар мен ережелердің жиынтығын айтамыз. Әдіс бұл зерттеп жатқан құбылысқа жетудің жолы, ақиқатқа жетудің ғылыми, танымдық тәсілі болып табылады. Ғылым әдісі бұл пәнді түсінуге мүмкіндік беретін тәсілдер мен бағыттардың жиынтығы. Сонымен мемлекет және құқық теориясының әдісі дегеніміз мемлекет пен құқықтық құбылыстарды зерттеуде қолданатын тәсілдер мен амалдардың жиынтығы. Мемлекет және құқық теориясы өз пәнін зерттеу үшін көптеген әдістерді қолданады. Мемлекет және құқық теориясының әдісі төмендегідей топтастырылады. Жалпылама әдіс дегеніміз слайдта көрсетілген ойлаудың әмбебапты қағидаттарын көрсететін философиялық дүние танымдық бағыттарын атаймыз. Метафизика мемлекет пен құқықты мәңгілік өзгермейтін
құқықтар ретінде қарастырады. Диалектика өз алдына идеалистік және материалистік деп екіге бөлінеді. Идеалистік диалектика өз алдында екіге бөлінеді: субъективті және объективті. Егер объективті идеализм мемлекет пен құқықтың пайда болуын құдай күшімен, объективті санамен байланыстырса, онда субъективті идеализм адамның санасымен, келісімен байланыстырады. Материалдистік диалектика дегеніміз бұл қоғамдағы әлеуметтік экономикалық өзгерістермен, нақты айтқанда жеке меншіктің пайда болуымен және қоғамның таптарға бөлінуімен байланыстырады. Материалистік диалектика тұрғысынан барлық мемлекет пен құқықтық құбылыстарды нақты тарихи даму жағдайында басқа да құбылыстармен тығыз байланыста болады. Келесі жалпы ғылыми әдіс. Жалпы әдістер сияқты бүкіл ғылыми танымды толығымен қамтиды. Ғылыми танымның жекелеген кезеңдерден қамтитын әдісті айтамыз. Оларға мыналар жатады: анализ, синтез, жүйелік тәсіл, функционалдық тәсіл, әлеуметтік эксперимент тәсілі. Жеке ғылыми әдістер деп мемлекет және құқық теориясын нақты техникалық, гуманитарлық, жаратылыстану ғылымдарының ғылыми жетістіктерін меңгерудің нәтижесінде пайда болған тәсілдерді айтамыз. Оларға нақты әлеуметтік тәсіл жатады, статистикалық тәсіл, кибернетикалық тәсіл, математикалық тәсіл. Жеке құқықтық әдістер дегеніміз тек мемлекет және құқық теориясына ғана тән әдістерді айтамыз. Ол екіге бөлінеді: формальды заңи тәсіл. Бұл тәсілге заңи техника мен құқық нормаларды талқылау тәсілдері кіреді. Салыстырмалы құқықтық тәсіл, мемлекеттік құқықтық реттеу әдісі. Мемлекет және құқық теориясының түрлі әдістері қоғамдық өмірдің күрделі құбылыстарын тануға мүмкіндік туғызады. Слайдтың соңында осы тақырып бойынша өздеріңізді тексеру үшін сұрақтар берілген және ұсынылған әдебиеттер тізімі бар. Назарларыңызға рахмет.